Мына кішкентай дәнді көріп тұрсыздар ма? Бұл бидай. Көктемде қара жерге себілген кішкентай ғана тұқым еді. Күннің нұрымен жаңбырдың тамшысынан нәр алып өсіп келеді. Жаз бойы самал желмен тербеліп, алтын масаққа айналады. Күзге қарай толысып, пісіп жетіледі. Табиғаттың ғажайып еңбегі осы емес пе? Күз келгенде диқаншылар оны орып алады. Қырманға жинап, тазалап, қамбаға құяды. Әрден үлкен еңбектің жемісі. Кейін бидай диірменге жеткізіледі. Осында ол аппақ ұнға айналады. Міне, нағыз өзгеріс осы жерде басталады. Ұн болған соң, біз оған су, тұз, ашытқы қосып, қамыр илейміз. Махаббатпен иленген қамыр ғана жақсы көтеріледі. Қамыр жылы жерде көтеріліп, бабына келгенде пешке салынады. Қызған пештен жұпар иіс аңқиды. Міне, бидай аппақ нанға айналып, дастарханға жетті. Нан ырысымыз, берекеміз. Әр түйір дәнді қадірлейік. Нан еңбектің тәтті жемісі. Нанды құрметтейік, достар. Мен жай ғана нан емес, берекенің символымын. Әр берекенің бастауы кішкентай дәннен басталады.